Құрметті студенттер, емтиханға кіріспей видеоны бастаймыз. Бұған дейін ескерткенімдей, емтихан тапсыру үшін сендерге ең міндетті түрде кез келген браузер. Мен ұсыныс ететін ол Google Chrome немесе Microsoft Edge, сондай-ақ Opera да болады. Және де Microsoft Teams жеке программа ретінде орнату қажетсіңдер. Мына сайтты мен Telegram-ға жібердім, сондай-ақ Teams-та қосылып тұр. Ең алдымен студент емтихан онлайн тапсыруына себепті, емтихан күні ноутбук пен интернет жұмысының тұрақтылығына алдын ала көз жеткізіп, техникалық және де тағы да басқа ақаулардың алдын алуы тиіс. Емтихан кезінде кез келген ақау студенттің жеке жауапкершілік болып саналады. Ол үшін оқытушы немесе проктор ешқандай жауапкершілік алмайды. Компьютерде тапсыру үшін студенттер, яғни сендер келесідей баптауды орнату қажетсіңдер. Егер де сендерде компьютерде Windows болса, онда пускқа настройкиға кіреміз. Одан кейін персонализация. Осы жерде панель задач, поведение панель задачқа кіріп, автоматически скрывать панели задач дегенді алып тастайсыңдар. Кейбір студентте осы қосылып тұр. Емтихан кезінде сендерде мына пуск көрініп тұру қажет. Одан кейін төменге түсіп, объединить кнопки панели задач и скрыть метки деген жерге никогда деген қоясыңдар. Әдетте Windows-ның өзінде всегда тұрады. Келесі другие значки панели задачқа кіреміз. Және мына жерден мынаны алып тастаймыз. Осылай отключен болып тұру қажет. Келесі осы баптауларды өзгерткеннен кейін настройки, конфиденциальность и защитаға кіреміз. Төмен қарай түсеміз дағы камера деген жерге мына барлық программаға доступ береміз. Бізге қажетті болатын Microsoft Teams-қа осылай доступ беру қажетпіз. Келесі микрофон. Сондай-ақ микрофонға да біз доступ беру қажетпіз. Microsoft Teams-қа қостық. Және үшіншісі, ең төменде снимки экрана и запись экранаға кіріп, осыған доступ береміз. Бізге Microsoft Teams-қа керек, және де қазірше браузер көрінбей тұр. Оны да қазір настройка жасаймыз. Емтихан болатын күні, емтихан басталардан 10 минут бұрын мен Teams-қа жаңадан сілтеме жіберемін. Ол сілтеме келесідей түрде болады. Студенттің толық аты жөні, одан кейін иін. Сонымен қатарына оң жақта сол студентке арналған сілтеме. Әрбір студент өзінің тұсындағы тұрған мына бір сілтемені көшіріп алып, Ctrl-C-ны басып, жаңадан браузерге көшуіміз керек. Осы жерге қойып, сайтқа кіреміз. Микрофон мен камера қосудың қажет жоқ. Мына жерге студент өзінің толық аты жөнін қатесіз жазу қажет. Мысалы, Аманғали Нұртай Дастанұлы. Осылай көшіріп аламыз. Запрос жібереміз. Тушы осы запросты қабылдау қажет. Студент звонокқа қосылды. Енді осы жерде мына батырманы басып, весь экранды таңдаймыз. Осыны қосуымыз қажет. Поделиться. Келесі студент өзінің аккаунты арқылы Codeforce-ға кіреді. Тест түрінде құрастырған аккаунтқа кірем. Емтихан уақыты басталған кезде мына жерде өзімнің вариантыма қосылатын боламын. Жалпы емтихан уақытының ұзақтығы 2 сағат. Codeforce сайтындағы контестте 2 сағат созылады. Емтиханда барлықтарыңызға сәттілік.